Жарын аймалап күн қақтаған, айналдым келбетіңнен жұмбақ қалам. Қаласы қандай болса халқы сондай, шырайлы шеттерінен сымбатты адам. Ассалаумағалейкум жанкүйерлер, сағынып келді тағы жырлап балаң. Жүздерің сақынаға жылу берген, көңіліңді көргенде шын мақтанам. Алла деп алдарыңа қайта айналып ат ойсап келді тағы күллі ақтабан. Ринаттан кем көрмесен мен шыққанда барлығың дем бердің ғой шулап маған. Айналдым маған соққан қолдарыңнан, алтыннан алақаның қымбат маған. Өзінің баласынан кем көрмеген, кәдімгі бесігінде құндақтаған. Бейне бір өз анамның бейнесіндей, бетінен баласының бір қақпаған. Әгейгәгім, әгейгәгім. Бұл қазақ жығылмайды мүлде салттан, жырменен атып жатыр бірнеше ақтан. 10 күнәнің 9-ы тілден деген, сақтансаң ең бірінші тілге сақтан. Екінші күн кеп тұрмыз алдарыңа, ақбата аламыз деп күллі ошақтан. Әуел Алла қолдаса барақынды, мәрегеде жол қалды бірнеше аттам. Содан соң сенің арқаң әз көрермен, сен болмасаң мұңымды кімге шаққам. Дәл бүгін Ринатпенен жұп болдым ғой. Ақындар болмасақ, ақын боп тұрмасам да бірге шапқан. Айналдым кең даладай, пейіліңнен кезің жоқ, орындықты бір босатқан. Ешкімнің концертіне бармай қойып, айт істесе керек десе мың кеш отқан. Төленерін төредей төрге қойып, алақан мен жүрегі бірге соққан. Әгейгәгім, әгейгәгім. Қасыма келді айтыстың бас балуаны, жөн болар бір сойғанның басталғаны. Ассалаумағалейкум Ринат аға, атағайғы жазудай тастардағы. Құдай жазып дәл маған жүп болыпсың, ініңнің де осы еді бастарманы. Сіз жайлы мәліметтер шарқырып жүр, таусылмайтын жолдардай dastanдағы. Сізбенен айтсатын ақындардың бар екен ғой, шықпай жатып қашқандары. Кейбіреу атыңды айтса қорқады екен, бұл қалай бір пендеден жасқанғаны. Осыған бір нүктені қояйын деп, шыңға биік ұмтылдым асқардағы. Тоқтамайтын Ринатты тоқтатуға шығып тұр Ермановтың жастарланы. Ой Аллай, мен Ринаттан несін қорқам, халық қой жас баланың баспалдағы. Кей кезде ең бақытты адамның да бір-ақ сәтте ұшады бастан баға. Жұлдыз деп атағына қарамаймын, шықса да талайлардың тасталғаны. Алладан әмір келсе шыныменен, жұлдызда жерге түсер аспандағы. Әгейгәгім, әгейгәгім. Алдыңнан табылыпты сұрағаның, сұрасаң бір айтысқа шыда жаным. Атақтымын деп саған бәлсінбеймін, жұлдыздың қалап тұрсаң құлағанын. Мен қайта сен секілді жас жігіттер жігерлі болғанына қуанамын. Сен бірақ жігерленіп бастап алып, артынан қашып жүрме сірә жаным. Ешқандай да майданнан тайсалмайтын, бұрыннан мәлім саған сұрағаның. Қатығына көп дейсең бұлағаның, шашылғанша қуалайым құмалағың. Айғай ағау, ай ай. Бісміллә, көмбе жаққа жақын атым.
Ұлтыма адал болсын ақын атым. Жүрсім мылтық дегені рас болса, менің кезім келіп тұр атылатын. Ассалаумағалейкум абзал елім, қошеметпен шабытымды шақыратын. Әр кешін саруайыммен батыратын, әр таңын ақ үмітпен атыратын. Қаймана қазағымнан айналайын, жүздерінен жүрегі оқылатын. Оразада айтысқа дұға тілеп, өлеңмен аузын ашып отыратын. Айқай ақау, ай, ай. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, жердің бетін тербеттім жыр тіліммен. 550 жыл бұрын хандық болып, төріме бөрлі байрақ ту тігілген. Егеменді ел болдым содан кейін, мұңымды мөлдіретіп кірпігімнен. Тағдырыммен таластым тірлігіммен, барлығымен жарастым бірлігіммен. Құдайым осы күнді көп көрмеші, қазақтың кем болады рухы кімнен. Айқай ақау, ай, ай. Әуде. Алалай, бағаналы ордамай бас ордам, айбының асқақ асқардан. Достарым көріп ай сүйсінгені, ей дұшпаным көргендей жасқанған. Мәңгілік елдің ай сапары, осынау жерден басталған. Астанамды арқаға әкеліп, шырқаған менмін асқақ ән. Шоқтығың биік болсыншы, ей көк туың түспесін аспаннан. Айдайым, 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 айдайым. Бармысың бекшім атып, тарлан бала, мекенің Астанадай арман қала. Таңғы 4-тей оятып ұйқысынан Мұсайыптың батасын алған бала. Одан кейін Айнұрдың да батасына батаға қарық болып қалған бала. Мен сені демеймін жай бала шығар, өнерге әркімнің де таласы бар. Айтыстың финалы ол өткел сынды, ортасы терең өзен жағасы жар. Мүдірмей сол өткелден өтеді екен, ақындар жігерімен санасы бар. Өзіңді жігіт қой деп үміттенем, оқ бойы топтан озып дара шығар. Бойы биттей болғанмен ойы таудай, сөздері емес мұның алашы бар. Тырнақтай шегірткеде шырылдаса, түнгі аспанды жаңғыртатын шамасы бар. Айқай ақау, ай, ай. Жайша шешіп тастадың ба шапаныңды, бойыңда бар білемін батағынды. Сендей жастар көбейтсе екен деп тілеймін, айтыстағы ақындық қатарымды. Өзіңе кезек беріп көрейінші, байқайын асқақтатсаң атағыңды. Қатты айтып кетсем айып етіп, демессің ағам мені қапа қылды. Ал енді шапан шешіп көсілінім, Құдайым оңды қылсын сапарыңды. Айқай ақау, ай, ай.
Бірі боп жүргеннен соң бөрік тұлдың, арнайы алдарыңа жорық қылдым. Анадан мынадан да баталған деп жатқан тұрған уақытты теріп тұрдың. Нұрланнан да баталсам не айып бар? Нұрланның мықтылығын көріп тұрмын. Айнұрдың да үйіне барған едім, бір көмегі болады деп сеніп тұрдым. Мықты болсаң сен бата бермейсің бе? Келе салып мінімді теріп тұрдың. Атағы арқыраған Ринат ағын, баланың сөзін айтат келіп болғын. Ал ендеше ырза бол осығанда, сенен бата алуға келіп тұрмын. Мықты болсаң тастап кет бір батаңды, айтыстағы бірісің бөрік толдың. Ақындар аламанда шауыпты ғой, осылай елге шабыс танытты ғой. Жүрсіннің мылтығымын деп айтады, болғаннан соң айтыстағы анық дүлей. Жүрсін сені бомба деп атаушы еді, осындай атаққа да жарыпты ғой. Арқыраған жарылатын бомба байғұс, бұл күндер мылтық боп қалыпты ғой. Халық сенен шындық күтіп отыр еді, халық сенен шындық күтіп отыр еді, шындық айтпай ауыз жауып қалыпты ғой. Жоқ әлде Астанаға келер кезде ауыздарын бәзбіреулері жауыпты ғой. Бөлесең алағатай жырға мені, балағайсың ең текті ұлға мені. Шындықты айтып қашанда Ринат ағым бастапта жүруші едің бір бәлені. Шындықты айта алмасаң мен айтайын, ағамсың ғой, ән ендеше тыңда мені. Сөз қылып анандайды мынандайды, Ринаттың от өлеңі алаулайды. Жағымпазды жырлаушың әр айтыста, ол сөзің халық түгіл маған дәйгі. Кім жағымпаз екенін мен айтайын, ақының солар жайлы хабарлайды. Арамызда ренжімесін ақындар көп, бір істің байыбына бара алмайды. Алматыға айтысқа барып қалса бүкіл елге патшаны жамандайды. Ал енді сол ақындар мұнда келсе жамандаудан бір сөзде таба алмайды. Ойбай біздің елбасымыз мықтадан деп шеттерінен мақтап өтірік тағалдайды. Міне біздің жағымпаз осындай ақындар бар, өлеңдер оттай боп алаулайды. Патшаға қарсы шығу үлкен күнә, Құранның аятында хабар. Кешеде айттым елбасының өреңбегін, естідіңдер Нұрсұлтан ағам жайлы. Кеше ғана ауыз ашар бермеп еді, ол ісі саған дәйгі маған дәйгі. Осындай игістерін толып тұрған көрсоқыр надан ғана көр алмайды. Баскелде патшалар көп басқара алмай басына төніп тұрған сауал қайғы. Қадіріне жеді осы алтынның, қазақты сонда ғана жау алмайды. Көреген елбасымыз аман болсын, ғалам атағы мен түгілі ғалам қайғы. Әлемнің мың патшасын қоссаңдағы, дәл менің нұр патшамдай бола алмайды. Әгейгәгім, әгейгәгім. Жатса да заман өтіп көшіп керуен, халықпыз тек адалдан несіптерген. Бірлік болса тірлігің оңат деген бабамның бір нақылын есіткенмен. Биылғы қыс алапат дүлей болып қорқып едім көктемін кешіккеннен. Қорқатындай болды ғой көрдіңіздер қаншама су тасыды нешік белден. Әйгілі Қарағанды оқиғасы тауқыметін көргендер шошып келген. Алланың сынағы боп тасыған су үйге кірді терезе есіктерден. Жазықсыз зар еңіреп ауыл жұрты жүрді ғой қардың суын кешіп белден. Осылар азап шегіп жатқан кезде қалған жоқ рухың өліп өшіп кеуден. Қаншамадан көмекпен қолын созды, қайғыға кеуделерін тосып берген. Кейбіреу қалтасынан ақша беріп, кейбіреу ыдыс аяқ қосып берген. Имамдар уағыз айтып жамағатқа садақа ағылды ғой мешіттерден. Бұның бәрін жасаған сіздер, әрқашан мақтанамын осы ұлтпен мен. Бауыры азап шегіп жатқан кезде бауырына етінен ет кесіп берген. Өзі тоқ боп көршісі аш жатқандар бізден емес деген хадис есіткеннен. Елшісіне бағынып бір Алланың, көршісіне киімін шешіп берген. Әгейгәгім, әгейгәгім.
Қазағым өлең айт деп сұрағасын, немді аяйын жырымды құрағасын. Ертегің мәнді деген ұрпағың мен қазақтың тыңдап өскем ғұламасын. Бірақ бүгін тағдыры ұрпағыңның алаңдатыр, жай боп тұр бұда басым. Педофилдер көбейді деген сөзді естейтін болып кетті күн арашын. Жас бала жеткіншекті зорлап қинап артынан өлтіруде жылағасын. Қайсысын айтам, қаптап жүр Қазақстанда балаға жендет болған дүбәрасым. Көп жылға қамау керек деген заңды оларың пысқырмайды бұдарасым. Жақында тағы да бір заң шығыпты, депутаттар қол қойып құбағасын. Піштіру керек депті, ұсталғанды естігенде әрине күле аласың. Осыдан соң шынымен тыйылама қаншер жүрегінде күнә басым. Бұдан да қатал заңды енгізбей ме? Ақыры шара тауып сынағасын. Жазасын өлім қылса ұсталғанның барлығы алмас беді сыбағасын. Әйтпесе бұл түрімен тоқтамайды қылмыстың, қысқартса да кім арасын. Бүкіл қазақ қолға алсын осы жайды, түбінде пайда беріп қуанасың. Осы бастан жояйық бұл індетті, сәбилер жасын төгіп жыламасын. Ұрпақтарың көз жұмып жатқан кезде, көз жұмып қарап отпа, ұлалашым әгейгәгім, әгейгәгім. Көмекпен медет тілеп тағалладан, ақын едім халыққа ән арнаған. Астана гүлдей жайнап күннен күнге жанар оттай болып алаулаған. Бірақ та жан-жағында ауылдар көп, қазығын әлі күнге қағалмаған. Талапкер қар өткелмен қоянды бар, қосшыны да жөн болар хабарлаған. Дәл қазір осыларды көрсеңіздер, тұрмақты гүл ялады қарауға адам. Қояндыға көшіп кеп Қаныш Оралман, тұрарға бір жер сатып ала алмаған. Сатып алса құжаты дұрыс болмай, салатын үйлерінде сала алмаған. Көшеден тасып ішіп қара суды жарығында жарытып жаға алмаған. Жаңбырмен еріген қар батпақ болып балалар мектебіне бара алмаған. Адам түгіл көлікте жүре алмайтын жолдары шұрық тесік жаман-жаман. Мен осыны таңғалам қарап тұрып, жыртықтары сонда да жамалмаған. Бүйірі Астанаға тиіп тұрып, көмекті де жарытып ала алмаған. Хан сарайы тұрса да дәл жанында, жан сарайын жер көктен таба алмаған. Әгейгәгім. Ағатай, ел халықтың көзі бізде, шындық айт деп сұранған өзімізге. Бұл жағдай әлі талай реттелер, ағалар құлақ түрсе сөзімізге. Қолымнан келгенше шындықты айттым, ағайын куәсіз ғой өзіңізде. Кем кетігі боп жатса түгендерсің, шындықты шырылдатар кезімізде. Не деген мен ел сүйген Ринатсың ғой, арғы жағы аманат өзіңізге. Әгейгәгім. Қиянат жасамайын аманатқа, ұмтылып тұрған кезде балабаққа. Ақындардың бәрі ондай-мұндай ғой деп, айтарыңды айтсаңшы саралап та, президентті неге мақтап жатырсың деп, алдыңдағы буынға жала жаппа. Олар сенің Асқар Таудай ағаларың. Құр босқа шулатам деп шамалатпа. Мен енді айналайын арашаға, барлығын түсіндіріп қарашаға. Бұл күнде бәрімізге ақыл айтқыш, айтыста қаптап кетті балашаға. Бәрі де мәз-мәйрам боп отырады, ағалардың жағасынан ала сала.
Сендер қанша тауға қарай ұмтылғанмен, биіктер айналмайды аласаға. Бауырым, мен өзіңе ақыл айтам, абайдың сөзін оқу оңашада. Әкесі бала құрса болды дұрыс, баласы әке құрса жарасам айқай ақау. Ай, ай. Алтында саған шындық керек болса, өзіңде ұғынарсың, өзі де ұғынады зерек болса. Мен де бір тізгінімді босатайын, осы жер сөз айтуға себеп болса. Думанды той болғанда қаламызда, бір мықты адам келді арамызға. Ағайын рұқсат етсең амандасып алайын бауыржандай ағамызға. Кездесу арман еді өзіңізбен, айтыстан аласталған кезімізден. Ринат деген ақым мен мынаға үкімет үркіп жүрген сөзімізден. Менің шайтан құбжық емес екенімді өзіңіз көріп тұрсыз көзіңізбен. Шындыққа билік соқыр болмасыншы, алтын көпір ажырап қалмасыншы. Сақалдысы бар аға басқасы бар, билікпен арама от салмасыншы. Бүгінде шүкіршілік осындасың, айтарын енді ақын жасырмасын. Мен ел сөзін айтудан жасқанбаймын, сізге айтамын биліктің басындасың. Өзбектер қазақтатып құтырмасын, тәжік қазақты бауызда басын. Мустығы деп орыстың әртістері, көріме кеп қотырын қасын басын. Елді тонап қашатын шенеуніктер, айласын қазағымнан асырмасын. Ең бастысы Астанада той жасаса, шетелдің әртістерін шақырмасын. Қазақтың маңдай термен келген байлық, еріккеннің ермегіне шашылмасын. Айқай ақау. Ай, ай. Қалың ел тірегім ғой, мақтаным ғой, ойымды айтар жерге шақтадым ғой. Менен алыс кетті деп айып етпе, сөз айтатын мүмкіндік тапқаным ғой. Нұр Отан қамқоршымыз болғаннан соң, бір әзірақ мұңымды шаққаным ғой. Әкемде үкіметті көрген кезде жылап алғалы жатқаным ғой. Айқай ақау. Ай, ай. Айт десең жұртым айтайын, Астанадайын кеп төрге. Өкінтіп кеше өткенге, бар еді айтар өкпемде. Қазақ деген атым бар, айтылмай жатқан датым бар. Төріңе бүгін келгенде бір сөйлеуге хақым бар. Әкіреңдеп жүрген әкім бар, шіреніп жүрген шенеунік. Балтасы бар да ақылы жоқ, талтаңдап жүрген батыр бар. Сақситып сақал өсірген, Нұр Отаным деп көсілген, жағымпаздықпен жеңімпаз болып жүрген ақым бар. Жауапсыз жатқан арыз бар, естімей жүрген жауыздар. Әр қазақтың мойнында кредит деген қарыз бар.
айтып айтпай не керек өткен күннің дерегін. Үкіметтің алдында айтып алсам деп едім, Махамбетше жырласам, мен едім. Саңылауын іздеп келемін, ұлтым үшін жарықтың. Ештеңеден де жасқанбай, жігерлілік таныдым. Бауыржан аға, бүгінде халық жау боп қалыппын. Өзің көріп отырсың, анығын айтсам анықтың. Мен айтқанымнан қайтпаймын. Қойса да қақпан салып кім? Мен халқыммен біргемін. Ел басына жау емеспін. Ел көрсеткен бағыттым, айналайын ағайын. Ішінен шықсаң деп жүрмін, сан күмәнді тамықтың. Қырқылып тілім қалғанша, кеудемде шыбын жан болса, мұңын айтып өтемін қазақтай қайсар халықтың ай. Сахнада ағаң мен болсам, боласың менің інімбек. Шабысыңды көруге алдыңа келдім күлімдеп. Бұл бала қалай болар деп жұртыңда отыр күбірлеп. Шашын жүйрік болсаң егерде аламанды дүбірлет. Қара басып қалма әйтеуір қол аяғың дірілдеп. Қара басып қалсаңыз өзенде өтем гүрілдеп. Шабысыңа шабыс қосайын, қамшыны саған басайын. Мен еркелете қоймаспын, оның да басын ашайын. Тыңдай білсең ағаңды, үйретпеймін ғой жаманды. Айтыс деген қатал жер, ұшуыңда бір ақсет, құлауыңда бір ақсет, өлшей алмасаң шамаңды. Өзің көсіле алмасаң, маған жаппассың жалаңды. Мен құшағымды ашқанмен жыртқыз алмаймын жағамды бай. Бауыржандай атаңа тоқтап аңыз, айттың ғой бізде жырды ақтарамыз. Нұр отанға жағымпаз ақындар деп, сен сияқты біз жала шаппағамыз. Ринат аға, ақындарды бөле көрме, біз қазақ тек бірлікке тоқтағамыз. Онсыз барлық ақын бөлініп жатқан кезде тағы сіз бөліп тоқтамаңыз. Қанша жерде кім не десе о дей берсін, бәрібір қазақпенен мақтанамыз. Нұр отанның жүрсіннің де ақын емес, ел халықтың ақыны боп қаламыз. Жауап беріп Ринаттай ағамызға, ағайын дұға тіле балаңызға. Жағаңа жармасуға келгенім жоқ, баталуға кеп тұрмын ағамызға. Сен олай аяғасты бүлік қылмай, әдеппен қарап отыр балаңызға. Думан боп дүбірлеген кеселімде, айғыш айтыстың айқараштық есігінде. Әлі талай сахнада жолығармыз, Құдайым қуат берсін көсілуге. Ал ағайын ендеше рұқсат болса, тоқтатайық осы болсын шешімімде. Ағайын осыменен сен даман бол, қол соғып қолдап отқан осы күнде. Қазылар сендер даман болыңдаршы, жақсы хабар шықсеген шешіміңде. Ал ендеше ағам менің сен даман бол, артық кетсем аларсың кешірімге. Құдай қалап жеңешем аман болып, көбейсін ұрпағыңда несібіңде.
Мен де сендей құдай қалап ақым болам алталашқа тарайтын есімімде. Ал енді осы менен қошаман бол, осы болсын ініңнің шешіміңде. Құдай қалап көбейіп ұрпақтарың балашаға шуласын есігіңде. Сығалап бақыт тұрсын есігіңде, іңгәләп сәби жатсын бесігіңде. Әгигәгім, әгигәгім. Қарлығып бітіп барса таусындашын, ешкімде тақпас еген ән шылғасын. Ағайын осы менен қошаман бол, шаптық қой ел сауырдан қамшырғасын. Біреулер ринаттан жеңілді деп ниетімді ешқашан тарсынбасын. Жеңілу де жеңіс қой бұл ринаттан, сондықтан ешкім мені жаусынбасын. Аман бол әрқашанда қазақ елі, қайғы кеп бүйіріңнен шаншылмасын. Атағы арқыраған астанамның маңдай бағы басқадан болсын басын. Аттығы басылмайтын қазағымның шаттығы ешқашанда таусылмасын. Әгигі Бата берем жай бауырым қолыңды, танығансың оңың менен солыңды. Күнайыңды оңды қылып құдайым, әрқашанда ашық қылсын жолыңды. Мынау тұрған ағайынға жақын бол, айтар болсаң әр сөзіңе батыл бол. Менің бабам Қабанбайдай батыр бол, анау тұрған Несіпбектей ақын бол. Жүрегіме талай келер ой күшті, бірақ қамтып үлгеремін қай тұсты. Бақытты бол ей бақадыр бауырым, көркейтетін сендерсіңдер айтысты. Көңілдегі бар өкпені жояйын, әр сөзімді әшекейлеп бояйын. Ақ тілегім қабыл болсын ініме, осы менен әумин деп қояйын. 17-ге толған кезде астанам, мен жырламай ендігімнен жасқанам. Бар қазақтың азатқалық екенін Астана ғой бір дәлелдеп тастаған. Сөйлетілім алаңдама тартынба, жаңа Астанам жайна мәңгі жарқылда. Қонаевтың салып берген өйткені 47 қаласы бар артындай. Шығысыңда өр алтайың сұңғақ бір тарбақ атай, биігіңді шыңдап тұр. Өскемен мен Семейіңде сен үшін Абай менен шәкәрім боп жырлап тұр. Керекумен асқақтасын айбының, қызыл жарың барда көрме қайғымың. Қарағанды жезқазғанмен балқашым, саған беріп жатқан жоқ па байлығын. Еділ жайық екі өзенің Каспийің, Ақтау Орал Атырауың Жақсүйің. Алынбайтын қамалдай боп сен үшін, батысыңда батырғалық тас түйін. Қаратаудай аласармас арың бар, Шымкенттей алаулаған жалым бар. Ақ батасын беріп тұрған өзіңе, Таразбенен Түркістандай шалың бар. Көкшетау мен Теміртаудай қалаң бар, Талдықорған ертеңіңе алаңдар. Алатаудың бауырында ұмытпа, Ақсақал Ақсамайлы Алматыдай ағаң бар. Сырдария Құдай берген ырысың, жағасында жайқалған ақ күрішің. Ақмоладан Астанаға айналған ақ мешіттің ең кішкентай ұлысың.
Тағдыр бізді әлі талай сынайды, сынағанға тек мықтылар шыдайды. 10 миллион барлық қазақ құдайдан Астананың амандығын сұрайды. Олай болса аман болсын Астанам, бостандықтың бойтұмары сыңайды. Бәрекелді. Енді ақындардың ұпайын берек, қадірлі ағайын. Куә болайық, мінекей қазылар алқасы бірінші айтысты бастаған Бек Шыматов. Бек Шыматовтың Бектің ұпайы 4-9-1-10. Ринат Зайытовтың ұпайы барлығы 10.